Барлықтарыңызға сіздермен Аяру. Бүгін біз хит болып жатқан пирогты дайындап көреміз. Ол үшін бізге 2 жұмыртқа және 200 грамм қант керек болады. Жұмыртқа мен қантты бір-біріне қосып, жақсылап араластырып шығамыз. Қанты ерігенше осылай біркелкі етіп араластырып шығамыз. Артынан 200 грамм сүт қосамыз. 80 грамм сұйық май қосамыз. Оны да араластырамыз. 230 грамм ұн қосамыз және 1 қасық қопсытқыш қосамыз. Бәрін біркелкі 5 комочков етіп әдемілеп араластырып шығамыз. Пирогымыз өте воздушный, жұп-жұмсақ болып шығады. Дайын болған тестамыздан осылай кішкене құйып алып қоямыз. Қалған тестамызға осылай какао қосамыз. Мен жаңағы 50 грамм какаоның жартысын қостым, яғни 25 грамм. Какаомызды да мұқият араластырып аламыз. Әдемі осындай тесто шығады. Дайын болған қамырымызды формамызға құйып қоямыз. Сосын бағана бөлек алып қойған тестамызды осылай шприцтің көмегімен аз-аздан құйып шығамыз. Құйып болған соң тіс шұқығыш немесе шпажканың көмегі арқылы формасын келтіріп, домалақтап, әдемілеп өрнегімізді сызамыз. Өрнегімізді сызып болған соң, қызып тұрған 180 градустағы пешке салып қоямыз. 20-25-30 минут аралығында пештің қызуына байланысты піседі. Пирогымыз воздушный, жұп-жұмсақ, сочный болып піседі. Ал сіздерге ас болсын, шайларыңыз тәтті болсын.